Ауызашарға осындай ерекше тағам жасасаңыздар болады. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Ол үшін бізге пиязымызды 4-3 турап, етімізді, сәбізімізді, картошкамызды, азырақ помидор қостым сочный болу үшін, чесногымызды дәміне қарай тұз бұрышымызды салып, дәл осылай видеодағыдай етіп барлығын 4-3 турап, болгар бұрышымызды турап, барлығын араластырып дайындап қоямыз. Қамырына жұмыртқа, май, су, тұз салып қамыр илейміз. Қамырымызды осылай дөңгелек етіп жайып, кесеміздің ішіне салып қамырды, оның ішіне салмамызды салып, шет-шетін жақсылап қысып, түйеміз жинап. Және де қалған артылған қамырымызды жайып, бір-біріне орап, веревка сияқты жасаймыз, арқан сияқты қылып. Кішкене бөліктерін дөңгелек қылып қоямыз. Құмыраға ұстап тұру үшін. Ең соңында жұмыртқамызды жағып, духовкада 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Кешкі ауызашарға ұсынсаңыздар, өте керемет ерекше тағам. Ас болсын, менімен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп кетіңіздер.